Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз балаларда жиі кездесетін барлықтарыңыздың бастарыңыздан өткен нәрсе ол баладағы іш өту, құсу, температура, былайша айтқанда түрлі ротавирустар, энтеровирустар, кишечный инфекциялар. Бұның барлығының белгісін жоғарыда да атап өткендей, барлығында да температура, құсу, іш өту бұл балаға қандай зиян алып келеді, не істеуге болады, осы туралы айтамыз. Сіз лайк басып, каналды міндетті түрде қолдап, каналға жазылып алуды ұмытпаңыз. Балалардағы енді температура, құсу, іш өту. Бұның негізгі балаға алып келетін зияны ол баладағы сусыздану белгілері. Яғни құсқан кезде де, іш өткен кезде де, тіпті температура кезде де балада біз патологический потеря дейміз. Яғни патологиялық бізде микроэлементтерді жоғалту арқылы орын алатын патологиялық жағдай. Ағзаның өзінде балаларда жасуша ішілік және жасуша аралық сұйықтық болады. Чтобы организмді полноценно поддержка жасап отыру үшін осы екі баланс бір-біріне сәйкес келу керек. Сіз құсқан кезде балаңыз көбінесе солевой растворлар жоғалтады, жасуша аралық сұйықтық сыртқа шығып кетеді, жасуша іші мен жасуша аралықтың балансы бұзылады да, организмді поддержка жасау үшін бізге организм өзі, чтобы компенсировать ету үшін жасуша ішіндегі сұйықтықты аралыққа шығара бастайды. Осы кезде бізде сусызданудың негізгі бастапқы белгілері пайда болады. Енді іш өтуге байланысты да тура осы процесс қайталанады, яғни патология түрде іш көп өткеннен кейін микроэлементтер организмнен, әсіресе калий мен магний көп жағдайда сыртқа шығып кетеді, балада сусыздану болады. Енді сусыздану деп айтып жатырмыз, оның балаға қандай зияны бар, неге алып келуі мүмкін, осы туралы айтамыз. Көп жағдайда бала сусызданудың әсерінен нейротоксикозға, қатты әлсіздікке, иммунный жүйенің бірден түсіп кетуіне алып келеді. Сол үшін, егер сіздің балаңызда құсу, іш өту болса, міндетті түрде воспалительный терапия, яғни бірінші кезекте организмге тұзды ерітінділерді, суды, микроэлементтерді қалыпқа келтіруге сіз жағдай жасауыңыз керек. Сусыздануды біз қалай ажыратамыз? Бірінші кезекте балада егер сусыздану болатын болса, егер бір жасқа дейінгі бала болатын болса, еңбегі төмен түсе бастайды. Еңбегін ұстап көресіз, еңбек череп деңгейінде тұрса, значит, қорқатын еш нәрсе жоқ. Екінші нәрсе ол көздің шүңіреуі, запавший глаза дейміз, терінің құрғауы, тері тургорының төмен түсуі, яғни эластикасы төмендеп кетеді да, біз теріні бүйтіп қатпарын жинап көрген кезде, ол қалпына келуі өте төмен, жай болып жатады. Яғни 3 секундтан кейін жайлап қалпына келіп жатады. Бұл сусызданудың ауыр түрлерінде. Және қатты көңіл бөлетін нәрсе ол көзге көрінетін шырышты қабаттардың құрғап кетуі. Ауыз қуысы, мұрын қуысы балада бір қараған кезде сухой, влажность дұрыс поддерживать етпейді. Бала қатты әлсіз, ұйқышыл, қатты шаршаңқы, көңіл күйі жоқ. Сіздің тіпті алдандырып ойнатуға тырысқан әрекетіңізге ешбір жауап бермей жатады. Осы белгілердің барлығы егер сіздің балаңызда болса, сіз міндетті түрде жедел, шұғыл түрде дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Себебі ұзақ уақыт бойы сусызданудың әсерінен баланың бүйректеріне де зақым келуі мүмкін. Фильтрация дұрыс емес, яғни бүйрек бізде 24 сағат бойы ағзадағы фильтр қызметін атқарып тұрады. Оған судың жеткіліксіздігіне байланысты нагрузка түскен кезде бізде тостағаншалары бүйректің зақымдала бастайды да, ертеңгі күні созылмалы бүйрек ауруларына дейін алып келуі мүмкін. Құсу, іш өту, температура қарап тұрсаңыз қарапайым нәрсе. Көптеген балаларда, көптеген аналардың практикасында бұл нәрсе кездесіп жатыр. Бірақ оның түбіне үңілсеңіз, осындай асқынуларды көруіңізге болады. Сіз өзіңіздің балаңызды осындай қиын жағдайға қимасаңыз, міндетті түрде жоғарыда аталған белгілердің барлығын жаттанды түрде білуіңіз керек. Көп ата-аналар бізде құсқан кезде, іш өткен кезде үй жағдайында уақыт өткізіп алады. Яғни өзі тоқтайтын шығар, бірінші себеп. Екінші нәрсе бұған итермелейтін. Біздің дәріханалардан дәрі-дәрмекті еркін ала алуы. Яғни іш өтіп жатыр, аптекаға барады, сұрайды, не берсем болады, стопдиар бер, смекта бер, линекс берсеңіз болады, ананы мынаны берсеңіз болады деген сияқты нәрсеге алданып, соны беріп уақыт өткізіп алады. Бұл ең үлкен қателік. Сіздің балаңыз, ол препараттар әсер етпейді деп жатқан жоқпыз, әсер етеді. Бірақ құсудың, іш өтуінің әрқайсысының өзінің этиологиясы бар. Әрқайсысының өзінің
Былайша айтқанда әртүрлі диагноздың әсерінен де сіздің балаңызда ішөту құсуы мүмкін. Қарапайым ішөтуді алатын болсақ, сіздердегі нарушение всасывания болуы мүмкін. Одан бөлек сізде кишечный инфекция болуы мүмкін, вирусный энтериттер болуы мүмкін. Осының барлығы қарап тұрсаңыз түрлі ауру, бірақ белгісі бір. Тіпті құсу да дәл сондай. Сізде шек өткізгіштігі жоқ болады, яғни непроходимость. Шекке келіп қалады, бітеліп қалады, өткізбей қалады. Осы моментте де бала құсуы мүмкін. Ағзаға сізге жақпас нәрсе түссе, яғни пищевая токсика инфекция дейміз, тағамдық токсиндермен улану кезінде де балада құсу болуы мүмкін. Сізде жоғарғы тыныс жолы зақымданып вирусный инфекцияда рефлекс ретінде құсып жіберуі мүмкін. Қарап тұрсаңыз бір құсу, бірақ түрлі аурудың салдарынан. Оны нақты сізге анықтап беретін ол әрине дәрігер. Сіз осы белгілердің алдын алу үшін үй жағдайында не жасай аласыз, сол туралы айтайық. Егер сіздің балаңызда құсып, ішөтіп, қатты әлсіреп жатса, дәрігерге дейінгі сіздің 100% қателеспейтін, 100% дұрыс жасайтын нәрсеңіз ол балаға көп мөлшерде су беру. Суды сіз былайша айтқанда бутылкасына немесе кружкаға бермегеніңіз абзал. Мүмкіндігінше бала аз-аздан қасықтап дробына, болмаса сіз өзіңіз шприц арқылы аузына 3 мл, 5 мл әр 2-3 минут сайын тамызып отқаныңыз дұрыс. Бұл судың мөлшері. Енді регидрон. Регидронды бәріңіз естігесіздер, білесіздер, біз де көп оны ұсынамыз. Бұл регидронның құрамында микроэлементтің барлық түрі бар. Ішінде калий де бар, магний де бар, кальций, поддержка жасайтын микроэлементтерге қаныққан бұл ұнтақ. Оны 1 литр суға дайындайсыз. Мүмкіндігінше қатты суыңыз ыстық болмау керек. Мүмкіндігінше қатты салқын болмау керек. Комнатный температурадағы суға, себебі ыстық кездерде салқын суға да егер сіз дайындасаңыз, оның сіз концентрациясын бұзасыз. Былайша айтқанда ішіндегі микроэлементтер қажетті деңгейге дейін ыдырамайды да баланың ағзасына сіңірілмейді. Сіз қанша регидрон бергенмен, ол өзінің мақсатын орындамайды. Енді регидронды қалай расчет жасайсыз? Бірінші кезекте баланың іші өтіп жатқан кезде әр салмағына 75 мл-ден жалпы сұйықтықты алып, сіз тәулік бойына бөліп берсеңіз, сіз еш қателеспеген боласыз. Ал енді қалған патологиялық потеряларды физпотребностьқа қоса есептеп, қаншасын внутривенно инфузионна құю керек, қаншасын балаға ауыз арқылы ішкізу керек, оны сізге біз анықтап береміз. Егер құсу, ішөтуге байланысты, баладағы температураға байланысты, әлсіздікке байланысты қандай да сұрағыңыз болса, жақсы маман іздеген болсаңыз, Абылмет медицина орталығына жүгінуге сізге кеңес береміз. Яғни біз төменде қазір описанияға номер қалдырамын, сол номерге хабарласу арқылы алдын ала жазылып, уақытыңызды белгілеп келсеңіз болады. Біздегі егу бөлмесі 24 сағат жұмыс жасайды. Дәрігердің қабылдауы предварительный записпен, яғни уақытын белгілеп алмасаңыз, босқа келіп уақыт жоғалтуыңыз мүмкін, күтіп қалуыңыз мүмкін. Сол себепті сондай жағдай жасалған.